Радиоактивті заттың активтілігі 8 күн ішінде 4 есе кеміген берілген заттың жартылай ыдырау периодын анықтаңыз дейді. Егер заттың ыдырауға түскенге дейінгі массасы 4 грамм болса, ыдырап кеткен массасын анықтаңыз. Енді бұл жерде қалай есептейміз? Ең бірінші бізде мынандай формула бар. N ол тең болады N нолевой көбейтілген 2 минус Т бөлінген Т деген. Енді бұл жерде бізде көріп тұрғанымыздай ең бірінші мынау Т периодты анықтау керек. Біз мына N нолевойды бүйтіп жіберсек болады. Бөлі қылып өткізсек болады. N бөлінген N нолевой. Ол тең болады 2 минус Т бөлінген периодқа. Біздегі N-нің N нолевойға қатынасы. Мына жерде N нолевойдың N-ға қатынасы 4-ке тең деп тұр. Значит, N-нің N нолевойға қатынасы ол бізде 4-тен 1 тең болады 2 минус Т бөлінген Т-ға. Енді 4-тен 1 тең болады 2 минус Т деп отқанымыз ол 8 тәулік, 8-ге береміз. Мына жерде Т өзі қалады. Сонда былай істейміз. 4-тен 1 ол тең болады 1 бөлінген 2 минус 8 бөлінген Т. Сонда 4 деп отқанымыз ол бізде 2-нің квадраты, значит минус 8 бөлінген Т деп отқанымыз ол 2-ге тең болады. Сонда мына жердегі Т деп отқанымыз 8 2-ге бөлетін болсақ, ол бізде 4 тәулік болады. Бұл жерде бізде минусы керек емес. Дәл солай бізде енді дельта М. Егер заттың ыдырауға түскенге дейінгі массасы 4 грамм болса, ыдырап кеткен массасын анықтаңыз дейді. Біздегі дельта М, яғни М тең болады М нолевой 2 минус Т бөлінген Т. Бұл жерде де тура сондай. Сонда М-ді табайық бірінші. М нолевой деп отқанымыз ол 4 грамм. 4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. 2 минус Т деп отқанымыз ол бізде 8-ге тең болды ғой. Ал мына жердегі периодымыз ол 4-ге тең. Сонда бізде ол былай болады. 4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі 1 бөлінген мына жерде 2-нің квадраты болады. Сонда 4 көбейту 10-ның минус 3-ті көбейтем 1 бөлінген 4-ке. Мына жерде 4 пен 4 қысқарады. Мынау бізде 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Сонда менің дельта М-ді табатын болсам, ол бастапқы М нолевойдан соңғы М-ді азайтып тастаймын. Сонда менің бастапқы массам 4 грамм. 4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Яғни 4 10-ның минус 3-тен азайтамын. 1 көбейту 10-ның минус 3-ті. Сонда 3 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Міне, менің дельта М массам, ыдырап кеткен массам осындай болады. Егер сізге физикадан БЖБ, ТЖБ көмек керек болса, мына WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Кетіп келесі. Гелий ядросы берілген масса ақауын есептеңіз дейді. Бізде масса ақауын есептеу керек. Яғни ол бізде дельта М, яғни бірінші айт тауып жатыр. Дельта М деп отқанымыз ол Z протон санын масса протонға көбейтеміз. Оған қосамын N нейтрон санын масса нейтрон санына көбейтем. И одан М ядроның массасын азайтамыз. Бұл жердегі ядро деп отқаным міне мынау. Так, енді есептеу керек бізге. Z деп отқанымыз ол бізде нақты протон саны. Протон ол бізде гелийдің реттік нөмірі 2. Значит, біздегі протон санымыз да 2-ге тең. 2 көбейтілген протонның массасы көріп тұрмыз 1,00728. Қосамын. Ал енді нейтрон саны. Нейтрон саны ол бізде массалық саннан протон саны азайтқанға тең. Бізде массалық саны 4, 4-тен 2-ні азайтсақ, нейтрон санында 2 болады. 2 көбейтілген масса нейтрон 1,00867. Одан мен азайтамын. Мына жерде ядроның массасы 4,00260. Енді осыны есептейтін болсақ, 0,0293 массаның атомдық
бірлігі болады. Ал енді келесі екінші ай, ол бізде байланыс энергиясын анықтаңыз деген. Бізде байланыстың энергиясы ол тең болады масса ақауын S-тің квадрат, яғни жарық жылдамдығының квадратына көбейткенге тең болады. Немесе дельта масса ақауы ол мынау S-тің квадрат деген біз былай жасап болады. 931-де 5 меф бөлінген массаның атомдық бірлігі. Бізде массаның ақауы 0-де 0, 293, оны көбейтемін мен 931-де 5. Соңында өлшемділік меф қалады. Енді осыны есептейтін болсақ, ол бізде 27-де 29 меф болады. Келесі 3 ай. Меншікті байланыс энергиясын анықтаңыз. Біздегі меншікті байланыс энергиясы ол байланыс энергиясын массалық санына бөлгенге тең болады. Біздегі байланыс энергиясы 27-де 29 мефті бөлемін 4-ке. Ол менде 822-де 5 меф болады. Келесі. Стронций атомын адам сүйектерде сіңіре алады, бірақ сүйектердегі стронций атомы адам өміріне қауіпті. Осы қауіптілікті түсіндіріңіз. Стронций атомының шектен тыс дозалануы пагет ауруы, бүйрек қан ұюының бұзылуына алып келеді. Стронций ядросынан бета бөлшек ыршып шыққанда төмендегі теңдеу толтырыңыз. Бізде бета бөлшек деп отқанымыз ол электрон. Электрон ол -1 мен мына жерде 0 болады. Сонда 39-да қосамын -1-ді, ол менде 38 міне бір-бірімен теңесті. Дәл солай мына жақта теңесу керек. Мен 0-ге қандай санды қосам 90 болады. 90-ға 0-ді қосам 90, екеуі де теңесті. Сонда 90-да 39 деген қандай да бір Y элементі пайда болады. Келесі. Ядродан протон босап шығып магнит өрісіне енгеннен төмендегі сурет көрсетілген. Протонның магнит өрісіне енген кездегі қозғалысын салып көрсетіңіз. Енді протон мен магнит өрісіне енді сол қол ережесі бойынша ол жоғары қарай кетеді нақты. Яғни алақанға магнит өрісі кіреді, төрт саусақтың бағыты протонның бағытымен бағыттас, яғни оңға қарай болады. Сол кезде бас бармағымыз жоғары қарай тұрады. Яғни былай. Міне, төрт саусақ бізде протонның бағытымен бағыттас, в протон. Бізде магнит өрісі алақанға кіріп тұр, значит бас бармақ бізде жоғары қарап тұр. Бізде яғни протонның бағытын білдіреді, яғни соған Лоренц күші әрекет етеді. Протонның магнит өрісіне енгендегі қозғалысын салып көрсетіңіз, яғни жоғары қарай болады. Келесі. Суретте ядролық реактордың құрылысы бейнеленген. Әр бөліктің атауын жазыңыз. Реактордың қазандығы 2, ол бізде бірінші контур, 3 бу генераторы, 4 генератор, 5 конденсатор, 6 градирния. Нейтрондарды жұтып алатын заттарды атап жазыңыз. Бордан, кадмий. Осы заттар. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса каналға тіркел, лайк басып, сеу қоңырау басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.